Енді мынау қаракесектердің мына бейітке тақау жатқан, оның ар жағы да қаракесек, қапталы да қаракесек, арты да қаракесек, қаланған стильдері бәрі бірыңғай. Және мына жақты көрсетші, ана жақты. Ана жерден бастап мына жатқан, мына тұрған құлпта, мына бейіттердің барлығы да қаракесек екен. Таңбалары бар, құлптастары бар. Құлптастары бар. Енді мен мынаны оқиын. Бер жақындап. Енді бұл қаракесек ұруы дейді. Мынау юлан дейді, жоланның тайпасы дейді. Соған қарағанда жолан дегені өте қуатты күйлі тұрған сияқты, блатной кәдімгі бай болған адам сияқты. Өткен себебі кез келген балдарында, кез келген өзінен тараған ұрпақтарына құлптас қойған. Таңбаны басқан өте керемет. Мына құлптастар деген бұл өте жоғары бағаланатын құлптастар. Оның бағасын мен білем. Бұл қалай істелінетін, қалай нетілетін маған әкемнің әкесі айтып кеткен. Енді жаңа оқыдым, қаракесек ұруы жолан тайпасы дедім. Шуақбай. Шуақбайдың баласы дейді. Шуақбайдың баласы Құлмұхаммед. Шуақбайдың баласы Құлмұхаммед. Сосын уфат болды 75 яшында дейді. 75 яшында. Енді артына шығайын. Жаздырды баласы Шуақбай дейді. 1269 жылда Рухына Фатиха деген жазу тұр артында. Мінекей полный жазылған. Және де жігіттер, мынаның басы сынып қалған, міне жоғарыға қоям десеңіздер, міне басы міне жатыр. Мына құлптастың. Көтеріп қоярсыздар қазір енді.